Сәлем достар, мен қазір сіңілімнің шкафына обзор жасайтын боламын. Ал ендеше кеттік. Достар, мынау мен сіңілімнің шкафы. Ал енді мен төбеңгі шкафты көрейін. Мынау скотч. Біз үшеуміз қолдана береміз. Біз блендбэк және де тағы да басқа сквиш, наклейка, попит деген заттар істегенде қолданамыз. Ал мынау Ясинаның өзінің сурет салып, немесе черновикке арнаған дәптері. Ал достарының ішінде тағы да біреуі бар. Бұның ішінде өзі қалаған суреттерін сала береді. Ал мына жерде өзінің киімдері бар. Кейін мына жерде өзінің кітаптары, неше түрлі көптеген кітаптары бар. Достар, мен жайлады Ясинаның Көркемөнбек мынандай дәптерін тауып алдым мынаның ішінен. Бұның ішіне Көркемөнбек дәптерінің ішіне не бар екен көрсетейін. Сыртына Ясина деп жазып қойған. Ішінде түрлі түсті қағаздан жасалынған мынандай бір бұйым бар екен. Ол әрине күз мезгілі. Және де төбеде мынандай әдемі бұлттар тұр. Мына жерде ағаштан неше түрлі көптеген жапырақтар түсіп жатқанын көреміз. Ал мынау болса панда. Бұл панда жай тұрған жоқ. Қасында неше түрлі жеміс-жидектері бар. Мынау жаңа жылда істеген. Міне, бүйтіп ашылады бұл. Төбесінде осындай әдемі шынжырлары бар. Және де бұл осындай бұйым бар екен. Мен бұны білмеймін не екенін. Ал мынау әдемі тюльпан гүлі. Мынау басқаша бір гүл. Бірақ бұны да әдемі қылып істеген. Мынау болса қорап. Ішінде іштене жоқ екен. Жауып қой. Достар, ары қарай іштене жоқ. Жауа берейік. Ал енді келесі мына кітаптерден кейін мына жерде өзінің сыпайы сөздің құдіреті деген кітабы бар. Бұл жерде неше түрлі оқиғалар жасырылған. Мына жерде мен Хоппын. Менің атым Хип. Мен Токимын. Мен Ранимын. Менің атым Үлт. Сәлем деп жазып қойған. Және мына жерде менің атым Рон. Менің атым деп өз есімін жазады. Мына жерге менің сіңілім өз есімін жазған. Кейін мына жерде неше түрлі зоопарктер бар. Келесі күні мынандай зоопарктердің ішіндегілер. Осында ертегілері бар. Айтпақшы достар, мынаның ішінде біздің жетістіктеріміз бар. Ол жетістік дегеніміз мынандай. Біздің дипломдарымыз, қазір қояйын. Достар, мына жерде біздің дипломдарымыз бар. Мына жерде Мұқағали Мақатаевтың жарысы болған. Сол кезде менің сіңілім бірінші орын алған. Мына жерде де екінші өлеңін айтып, екеуінен де бірінші орын алды. Мына жерде құттықтауы. Мына жерде менің әпшемнің үздік болғаны. Мына жерде мынау екен ғой үздік болғаны 4-ші сыныпта. Мынау 3-ші сыныптағы тәрбиелік іс-шараларға белсенді қатысқаны үшін берілген. Мынау осы сурет байқауынан әпшемдікі. Мынау осы тағы да суреттен екеуінен де бірінші орын. Мына жерде сертификат жасалғанға.
Менің көп мақал айтқанымнан 3-ші орын алғанмын. Енді мен мынаның үстіне қоямыз. Достар, және де мынаның ішінде мынандай бір пакет па, бір нәрсе бар екен. Атын ұмытып қалдым. Бұның ішінде ештеңе жоқ. Ал достар, енді мен астыға көшетін боламын. Бірінші мына жерде көзіме мынандай бір пакет түсті. Бұл әшейін пакет шығар. Ал мынау болса, скотч салып қояйын үстіне. Мынау болса өзінің цветная картон бумагасы. Ішінде неше түрлі әдемі түстері бар. Еще достар, бұның ішінде картон емес, тағы да мынандай түрлі түсті, жай түрлі түсті қағаздары да бар. Мына скотч түсіп кетті. Достар, сіздерге де осындай картонның қандай түрі ұнайды? Мынандай күміс түрі ұнай ма? Әлде мынандай алтын, сары түрі ұнай ма? Маған осы түрі ұнайды. Өйткені бұл айнаға ұқсап қалған сияқты. Міне. Бұл осындай түрін алған, теңізде жүрген немесе өзенде жүрген балықтар мен тасбақалар. Орнына қойып. Ал достар, ең қызығы мынау шкаф. Өзінің кішігірім жасаған бұйымдары. Ал достар, ол жер қызық болып тұр. Бұның ішінде өзінің қыстырғыштары, тағы да басқа нәрселері бар екен. Достар, мен видеоның сонда осының мен сіздерге қыстырғыштарына обзор жасаймын. Және де мына жерде осындай бір кішкентай қорап бар екен. Бұның ішінде осындай бантик сквиш. Және де осындай күз мезгіліне арналған ағаш сквиш. Мына жерде болт сквиш. Мына жерде күн сквиш. Күн. Мына жерде өзінің істеген қораптары. Бұл қалай ашылады дейсіздер? Бұны бүйтіп бір штугын аламыз. Мен 2 штугын алып қойыппын. Орнына қояйын біреуін. Мен орнына қойдым. Енді мынау қалай ашылады дейсіздер? Мен білемін. Бүйтіп мына жерден мынандай тұр. Бұны астыға тартамыз да бүйтіп ашамыз. Үсті үшін ашқан кезде осындай әдемі бір қорап пайда болады. Бұны қалай жабады дейсіздер? Бұны осылай жабады. Осы жерге қойып, мынаның бұрышына қоямыз. Қазір бұны да қояйын дейсем. Қазір қоям. Достар, сосын өзінің осындай кішігірім қорабы бар екен. Ішінде ештеңе жоқ. Бір қорап. Мынауды да сондай. Мынаусы да сондай. Және де осындай қаламнан алдымен артынан қалған осындай бір суреттері бар. Мына жерде бос сурет бар екен. Осыған бір баласалан деп ала салыңыз. Мына болса Лабубудың бас киімін киіп тұрғаны, және де клубниканың үстінде жан жағында мороженое или булттың үстінде тұрған клубникаларды көп байқаймыз. Мына жерге қойдым. Және де өзінің бір папеттері бар екен. Бұл істерінбейді. Достар, мені сіздерім осындай жаттар істейді. Оның жасы 7-де, сәуірде туған күні болады, 8-ге толады. Мені бұны үшін мен ақтардым. Мұнан соңында обзор түсіретін боламын. Бүйтіп орнына қойып қойайын. Және де өзінің мынандай бір нәски бар екен. Өзінің 2 кошелегі бар. Бұның ішінде не бар екен? Диордікі. Кошелектің ішіне. Достар, бір резинка тұр. Потом осындай бір ішінде резинка. Сосын мынандай бір нәрсе.
түсінбедім бұл не екенін. Сосын басқа ештеңе жоқ, ішіне салып қояйын. Замогын жауып. Жаптым. Және де мына жерде екінші кошелегі бар. Бұл Шанелдікі ма, әлде басқаныкі ма? Мына ішін аштым. Бұның ішінде де ештеңе жоқ. Қазір ашып түсейін. Ештеңе жоқ. Бұны да орнына қоямыз. Және де мына жерде соның астында мынандай бір черновигі ма бар екен. Черновик. Бұны орнына қоямыз. Және де осындай альбомның сырты бар. Альбом для рисования 40 листов. Анда және де ағаш бар екен. Гүлмен ағаш. Бұл гүлмен ағаш басқа жерде тұрады. Әлі осы жерде ме? Әйтеуір осы бір альбомның бір жерінде тұрады. Мұны да сондай. Мынандай төбеңгі жағы. Сосын осындай несі. Достар, мына телефон заряды азық қалды. Тез-тез сіздерге мына қыстырғышта обзор қылып түсірейін. Мынаның ішінде осындай радуга қыстырғыш екен. Мынандай обычный екен цветок. Цветок үшеу екен. Біреумен қау. Үшеуін қалай алады? Және де осындай бір лимон. Лимон екеу. Мындай тағы да радуга цветок. Тағы да цветок. Гүл. Мынау да гүл екен. Мынандай сиыр, корова, ананас. Және де бір мынандай гүл. Мынандай үшеу невидимка бар екен. Невидимка мед. Dostlar, осымен мені сіңілімнің шкафына обзор істеп біттім. Достар, мен сіңілімнің шкафына обзор істеп біттім. Осымен біздің видео бітті. Сіздер бізге лайк басып, қолдап, тіркеліп кетіңіздер. Біз сіздерге сендік. Бізді 1 миллион подписчикке жеткізіңіздер. Осымен біздің видео бітті. Пока!